1 қаңтардан бастап барлық балаға ақша аударыла бастайды. Ол үшін не істеу керек? 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұлттық қор балаларға жобасы іске асырыла бастайды. Яғни қорға түскен инвестициялық табыстың 50% 18 жасқа толмаған балалардың есеп шотына аударылып отырады. Ұлттық қордан балаға ақша түсіп отыруы үшін ата-ана не істеу керек? Баланың жеке басын куәландыратын құжат, оның ішінде ЖСН алу керек. Кәмелетке толмаған баланың базадағы мәліметтерін, тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы. 18-ге толмаған баланың ЖСН мен азаматтығын тексеру қажет. Электрондық үкімет веб-порталындағы балалар туралы ақпарат тарауындағы жеке кабинетте бала туралы ақпараттың болуын тексеру керек. Ең бастысы, ұзын сонар кезекте тұрып, әртүрлі мекеменің табалдырығын тоздырудың қажеті жоқ. Балаға есепшот бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арқылы автоматты түрде ашылады. 18 жасқа толған кезде қаражат баланың меншігі болып есептеледі. Ол жиналған қаражатты қалай пайдалануды өзі шешеді.